Қайырлы күн. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Айтпақ Әйгерім Нұрәліқызы боламын. Бүгінгі сабағымыз әдебиет пәні бойынша 7 сыныптарға арналады. Тақырыбы сабақтың Нарынқұм зауалы балладасы, Махамбеттің соңғы сөзі. Енді сабақта жүзеге асырылатын оқу мақсаттары: шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру, көркем шығармадағы кейіпкерлер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа оқу. Ал бағалау критерийлеріне келетін болсақ, кейіпкерлер бейнесін салыстырып, өз пікірін дәлелдейді, көркемдегі құралдарды анықтамамен сәйкестендіреді, теориялық мәліметтердегі ақпаратты талдайды. Құрметті 7 сынып оқушылары, өздеріңіз білетіндей, біздің алдыңғы сабақта Мұхтар Шаханов туралы кеңінен танысқан болатын біз. Өздерің білетіндей, көптеген ақпараттарды көрдік, видеороликтер арқылы Мұхтар Шаханов туралы көптеген ақпаратпен танысқан болатын біз. Ендеше, кім қаншалықты түсінгенін көрсету мақсатында және де Мұхтар Шахановқа арналған осы кестемізді толтырып өтсек. Дәптерімізді ашамыз да Мұхтар Шаханов деп осылай сызбаны сызып, Мұхтар Шаханов кім, қандай ақпарат білеміз, соны толтырып өтсек. Енді ары қарай біздің сабағымыздың видеоролигін көріп өтсек, назар аударайық қазір. Дыбыстарды құбылту, ойнату арқылы көркем шығарманың оқырманға әсерін арттыруға болады. Дыбыс қайталаулар өлеңге ерекше өң, әдемі ажар береді. Бұл ассонанс және аллитерация деп аталатын екі түрлі тәсілмен жүзеге асады. Ассонанс латын тілінен аударғанда үндесу, үйдесу дегенді білдіреді. Яғни әдеби туындыда өлең сөзді бірыңғай дауысты дыбыстардың үндесе қайталануы. Ұтымды орнымен үндескен дыбыстар өлеңнің өрнек кестесін айшықтайды. Мысалы, Махамбет Өтемісұлының ереуіл атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай, еңку жер шалмай, ерлердің ісі бітер ме деген жолдарындағы е әрпінің қайталануы арқылы сөз бейнелілігі, ой екпіні айрықша күшейген. Аллитерация латын тілінен аударғанда дыбыстас деген ұғымды білдіреді. Бұл әдеби туындыда бірыңғай дауыссыз дыбыстардың қайталануы. Мысалы, Абайдың «Самародный сары алтын, саудасыз берсең алмайды, саудыраған жезіне, саудырсыз сары қамқана, садаға кеткір сұрайды, Самарқанның бөзіне» деген жолдарындағы дауыссыз «с» дыбысының сөз басында қайталанып келуі өлеңге ерекше ажар, үндестік берген. Мағжан Жұмабаевтың «Ерке бала былдырлап, сылдыр сылдырлап, толқынды толқын қуады, күміс кәусар сумен, суының алтын буымен жарының бетін жуады» деген жолдарында аллитерация «л», «с», «р» сияқты бірнеше дыбыстың қайталану арқылы интонациялық музыкалық мән алып, шығарма ерекше көркемдік мазмұн, әуезді сипаттарған. Жақсы балалар, біз әдеби теориялық ұғымдар, яғни ассонанс пен аллитерация жайында танысып, бірнеше дерек алдық. Ендеше сендерге арналған тапсырма. Бірінші тапсырмамыз осы Нарынқұм зауалы балладасын оқып, ішінен ассонанс пен аллитерацияға мысал келтіріп жазамыз дәптерімізге. Және де екінші тапсырма бізде баллада кейіпкерлеріне мінездеме беріңдер. Яғни кейіпкер мына жерде Махамбет алайық, әкесі және баласын алсақ, олардың мінезі және шығармадан үзінді келтіріп жазуларын қажет. Осы екі тапсырма. Сондай-ақ кері байланысты шығу билет, яғни сіз бүгін не үйрендіңіз және сіз тағы да не білгіңіз келеді деп толтырамыз. Сондай-ақ соңғы үйге тапсырма бізде өздеріне ұнаған бөлімін жаттап алыңдар. Бұл үй жұмысы. Ендеше сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.